Мен Дәрімбетова Гүлжайна Әділханқызы 1984 жылдың мамыр айының 22 жұлдызында Қызылорда облысы Арал қаласында дүние есігін ашып, Қазалы ауданындағы Сәкен Сейфуллин атындағы номері 165 мектебін оқып тәмамдадым. Мектеп қабырғасындағы компьютерге деген қызығушылығым сүйікті мамандығымның бастауы болды. 2003 жылы арманымнан алыстамай Тараз атындағы педагогикалық университеттің информатика мамандығы бойынша білім алдым. Еңбек жолым Жарасқан Әбдірашев атындағы номері 62 мектеп лицейінің информатика пәні мұғалімі болуымен басталып, әлі де жалғасып келеді. Мұғалім бала жанының бағбаны десек, әр бала жарық жұлдыз. Оқушы бейімін анықтап, жетістікке жеткізу әр педагогтың басты міндеті. Сол үшін де оқушыларыммен түрлі бағытта жұмыс жасап, олимпиада, ғылыми жоба, басқа да іс-шараларға қатыстырып, жетістікке жеткізуді басты парызым деп білемін. Мектепте сабақ берумен қоса оқушыларға роботты техника үйірмесінен жетекшілік етемін. Оқушы жетістігін бағалауда оқушы мен мұғалім арасындағы жедел өзара байланысты, оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етуде, білім беру үдерісін жетілдіруге мүмкіндік беретін күнделік кезет журналын да жүргіземін. Мектеп лицейіміздің мәртебесін, мерейін асыруда мектепшілік, аудандық, облыстық, қоғамдық жұмыстарға, түрлі іс-шараларға етене араласып, белсенділік танытамын. Менің мақсатым мамандығымның маманы болу және білікті де білімді шәкірт тәрбиелеу. Ыбырай атамыз айтқандай, мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі.